Сәлем достар. Бүгін бізде Storage Hunter ойыны. Осы ойында ойнайтын боламыз. Так, бұл ойында, яғни контейнерді аукционнан сатып алып, және оның ішінде не шығады, сол бойынша сатып пайда табамыз. Машина аламыз, үй аламыз, және де әрі қарай ойынды қараңыздар. Бірінші обычный режим, яғни орташа режим таңдалдық. Мен бұл ойында алғаш рет ойнағым келіп тұр. Сондықтан қызық болатыны сөзсіз. Ең бірінші кейіпкерімізді таңдап. Бұл бізде қыз, ұл, ер адам персонажы, беті. Шашымыз нормально, түріміз нормально, ең соңында сақал таңдап көрейік. Қандай сақалдар бар екен? والعود دندن لي والطبل طبطب Ең әуелі планшетті ашып тұр, планшетті ашып көрейік. Яғни аукционға қатысуымыз керекпіз. Аукционға басамыз, және де сағат 8-де таңғы аукцион бар екен, қатысып көрейік. Алғашқы бағасы $95 басталады екен. Және өзіміздің аукционға толғаннан кейін заттар таситын машина керек болады. Ол машинаға ең бірінші берілетін машина көк бебика. По полям, синий трактор едет к нам. Так, ана жерде көршіміз карточканы ұрып жатыр екен. Еркебұлан тоқтардан бойын көріп алған ба, әлде Конор Макгрегордың видеосын көрген ба, әйтеуір карточканы өлтіріп жатыр екен. Және де 200 км жылдамдықпен аукционға көк бебикамен басатын боламыз. Аукционда кім ұтады екен? Ішінде қарапайым заттар. Давайте осыны сатып, яғни үстен пайда көруіміз керек. Кеттік. Қара Майкл әпшеміз, тоқтайтын емес, көк көйлекті әпшеміз, және де сары шашты блондинкамыз. Сары шашты блондинка қайтпайды. Кеттік. Мен өзім ақшамды $185, блондинка $195. Мен де айттым $205. Әпшеміз ашулы екен, қайтпайды, ақшасы көп сияқты. Бірақ мен бұл контейнерді атыма сенімдім, өткен бұл менің бірінші контейнерім. $350 бар, до конца барам. $285 жөнде контейнер құтты болсын, ұтып алдық. Енді контейнердің ішіндегі заттарды машинаға тиеуіміз керек. Бірінші қарапайым заттар сразу сатып жіберуге болады екен. Мусор деуге болады. Қоқыстың барлығын тезетіп сатып тастайық. Және де алдына бір кейбір заттарды бағалап, менде пульт бар. Сол пультпен бағалап, сол бойынша сатамыз. Әпшеміздің кешірім сұрақ қойып, күйеуін басып кеткенімізге. Так, заттарды бірінші пультпен барлығын бағалап аламыз, содан кейін істейміз, ломбард қапар сатамыз. Өйткені ломбард бағаланбаған заттарды өкінішке орай сатып алмайды. Мен бұлардың барлығын басқа бір ютубтан қарап алған болатынмын. Ішінде сандық бар екен, ашып көрейік. Ішінде не бар? Сурет, сосын бетонный горшок дейді. Сосын мына жерде бір люстра ма, сылдырмақ бар бірдеңе бар екен. Шіріп кеткен асқабақтың өзі мусор көрмей тұр. Мынау бір шөп пе, не білем мынау. Шөп сияқты оны. Заттардың балығын тиеп алдық. Енді істейміз, ломбард қапар өткіземіз. Бұл бізге пайда береді екен. Так, $492 деп тұр, $170 алдық. Үстіне мусорларды саттық. Енді общем, где-то $250 пайда көруіміз керек. Мына жақта тағы бір не бар екен? Аукцион бар екен, оған да қатысамыз. Бір күнде аукцион, қанша аукцион бар, сол барлығына қатысуға болады. Главный біздің неміз ақшамыз жетуі керек. Так, ломбардқа барайық. Заттарды сатып көрейік. Мына жақта екі мужик әңгімені айырып отыр екен. Базар жоқ, мужиктер екен. Ұстату керек болса бар. Заттарды өткіземіз, қанша теңге кетеді екен? Қанша теңге пайда болады екен? Қолдар төмен қарап тұр, сапасы нашар болған сияқты. Так, кетті. Так, $100 әлі минуста тұрық.
бірақ не, бізде бір сандық бар. Так, сандық бар. Иә, бір түйраны сандық бар. Бұл сандық әлі бағаланбаған, яғни біздің бағалайтын пультіміздің күші жетпейді, яғни бұны басқа жерден бағалатып сатуымыз керек. Қай жақта мен сататын пока білмеймін, может қалаға бару керек пе, өйткені біздің жүрген жеріміз пока ауыл кішкентай. Так, екінші аукционға қатысайық. Екінші аукцион қалай жинап қалыпты. Аукцион келді. Ақбас ағамыз аукцион жүргізеді. Так, ванна ма, не пәлем мына ішінде. Адамның труптары жатыр ғой. Көбірек адамның өлікселері жатыр ғой. Қалай аукцион екен. Так, киттік. Бірінші ақша қойжықты ағамыз бастады. Мен де қоймай. Жазылмайды. Апашка, кукулик апашка және де мен ойлағам $373. Кім аршан мен ешкім аршықпайды. Яғни істедім. Тағы да ұтып алдық. Керемет, енді $373, $275 қалды. Яғни бізде 750 где-то 500 бұлар заттардың барлығынан где-то $475 пайда табуымыз керек, иә. Өліксе бүлдірілген. Так, сандығымыз тиіп алайық. Қалған мұздардың барлығын пұтырлатып сатып тастайық, және де не? Өліксені де сатып жібердік, білмеймін, енді бұл мусор етіп көріп тұр, мынау ойын. Так, барлығын сатып тастайық, барлығын енді тиіп алайық. Заттарын балған тиіп алдық, енді істейміз, ломбард қапарып өткізуге барады. Қалай керемет тиіп аламын, иә. Кезінде мен Тетристі көп ойнағам, сондықтан заттар тиіп алмаған, ешқандай қиындық туғызбайды, балансты керемет білем істейміз біз. Енді осыларды ломбард қапарып өткізетін боламыз. Ломбардқа келдік, екі мужикті әңгімені өлтіріп, әңгімені қоймайды екен екеуі. Істейміз, заттарын барлап сатамыз. Бізде бастапқы ақшамыз $750 болатын, яғни біздің істеуіміз керек, сол ақшадан мейлінше асыруымыз керек, яғни пайда табуымыз керек. Пайда таппасақ істейміз, минусқа кете береміз. Сандықтың ішінде не бар екен? Төңкеріліп қалды, ішінде не бар екен? Кір жуатын зат, тағы не нәрсе мынау? Полицейский фуражка дейді мынау. Свеча ведьмина Хэллоуин, құдай сақтасын, не заттары бар. Заттарын барлығын сатып жіберейік. Пұтырлатып сатып не қалды бізде? 2 сандық пен 1 фуражка алып сатылмаған, иә, сандық. Так, бұл сандықты сатып жібердік, енді бізде сатылмаған 2 зат бар, иә, 2 затты басқа жаққа апарып бағататын боламыз. Так, аукцион қарап жүрейік. Сағат 1-де басталатын аукцион бар екен. Енді біз істейміз, так, келесі аукционға барайық. Келесі аукционға барайық, бірде бастан Village People деген, яғни біздің ауылдағы аукцион болатын жер. Так, қарап көрейік. Паппаям, сені трактор едет к нам, біз едет барып қайтайық. Хоп. Так, кімдер бар бізде? Ошыл апашқа жүргізеді екен аукционды. Ішіне тағы. Құдай-ау, не деген өліктер мынау қаптаған. 2 томпақ өлік. Кеттік. Әдемі қыздар бар екен аукционда. Сақалды Джеки Чан қоймайды екен. Мына жақта француз екеуміз таласып жатыр. $63 дейді. Француз итті қоймайды екен, $70. Мына саған $83. $193. Мына усатый қоймайды екен, $200. Чота. Усатыйдың ақшасы бітіп қалған сияқты, және де бұл аукцион менікі болды. Так, 2 томпақ өлікті қоқыс есебінде сатып жібереміз, пұтырлатып. Қалған заттардың барлығын пұтырлатып сатып істейміз біз. Пайда табамыз. $400 болды. Қалған заттардың барлығын сатқан кезде жалпы бұл бізде 3-ші аукцион, яғни $750-дан біздің ақшамыз асу керек, жігіттер. Аспаса не істейміз? Минусқа кетеміз да, үйден қуып шығады. Айтпақшы, бұл персонажға мен есім қоймаппын. Есімнің аты Макс болсын, иә. Бірақ бұл Макс ол өте бейшара, өйткені бұл студент.
сакалы сапсыйган студент. Еще квартираның акчасын төлөө керек, сондуктан не заттардын баардыгын алып, ломбардка барып сатып, сосын еще квартираның акчасын өтөйтүн боламыз. Сосын болашакта биз үлкен аукциондарга катышабыз. Үлкен аукцион, үлкен контейнерлердин ичинде көп зат чыгатын болот, Ол заттардын баардыгын сатуу үчүн бизге үлкен КАМАЗ керек болот. Нони болот. Кеттик. Бул заттардын баардыгын сатабыз. Саткандан кийин istейбиз. Жаңадан машина карап көрүлөт, бирок бизде не пока пайда жок бизде. Пайда жок, және де машина өте кымбат болуы мүмкүн. Мына жерде эки мужик өтүрүп, эки воздуха мужик мени айырып атыр. Так, заттардын баардыгын сатайык. Сатып тастайык. Так, бизде не бар? Так, бизде ачылмаган сандык. Эки сандык калды. Бул сандыктын мен қазір слесарь деген жер бар. Слесарьга барып аштырып алгым керек. Так, каруу сатуу мүмкүн. Бизге керек Blueberry слесарь дейт, яғни ол слесарьга барып биз істейміз. Сандыгымызды аштыратын боламыз. Кеттик. Так, бул жерде үйлөр бар экен. Мен айтырган эң шеттеги үй, яғни бул сары менин үй болу керек. Бул менин үйүм. $100 төлөп, аренда төлөп туруп атырмын, Так, мына жакта аукциондар бар экен. Так, People Village дейт. Тагы бир биздин жердеги аукцион истейбиз. Аукционга жибер аттың басын жиберип отуруп, барып кайтабыз жигиттер. Так, бул ичинде бүтпейтин өлүп кой деп эле. Так, мына ичинде зат көп экен. Бул гаражды бир обязательно тутабыз керек. Күмүндөт түрдө тутабыз керек. Так, биздин рокер братишка бар экен. Рокер братишка тутап алып келиптир. Калпашка. Эмес, кемпушко, мына кемпирди коймойт экен, $246. Кемпир атамыз тулуп болду. Маэстро. Кеттик, өтүп алдык, эми баардык кокустун баардыгын сатабыз керек, жайдан истейбиз керек. Калган заттардын баардыгын машинага тиеп тастабыз керек, пытырлатып. Так, бизде тонометр бар экен. Так, өлүк. Лагумба, детский бассейн дейт. Детский бассейн, матрас. Керек эмес кокус го негизи, булардын баардыгын негизи билбейм калай экен. Сосын буларды биз болашакта оңдап сатуубузга болот. Оңдоо үчүн бирок истейбиз керек. Какой-то бир сатып алабыз керек болот. Оңдайтын зат. Так, старый чемодан, топор дейт. Топор, спорт дейт, сундук дейт. Так, булардын баардыгын пытырлатып орналаштырып тастайык. Мына калган китте заттарды детский бассейнге деп бутан жеткиз салып болот, по идее. Көрейік. Хова. Кеттік. Хоп. Мына балтам чыгып калган. Балтаны салып алайык. Кеттик. Не істейміз біз? Ломбардқа асығамыз. Папалям. Синий трактор едет к нам. 4 вода дейді, 4 айналатын болып. Кеттік. Пытырлатып сатып тастайық заттарды. Хоп. Так, тәпішке, мәпішке. Заттарды айтпақшы тексермесек, сатылмайды екен. Яғни мына тәпішкені тексеруді ұмытып кетіппіз. Тексеріп алайық. Сосын пытырлатып сататын боламыз. Так, тәпішке. Сапасы күшті болып тұр мұнда тәпішкенің. Сондықтан істейміз біз. Бірінші слесарьға барып сандығымызды апарып тастайық. Содан кейін істейміз біз. Қалған мына заттарды бағалатып аламыз бір жерге, сосын сататын боламыз. Слесарьға келдік, не істейміз енді біз заттарын сандығымызды так. Сандығымызды беріп кетеміз. $20 дейді, 4 сағаттың ішінде дайындап береді. Яғни бізде сандықтың есігін ашып береді. Бізде не қалды? Бізде так кейін істейміз біз. Сағат кешкі 6:30 демалайық бір. Үйімізге барып бір демалып көрейік. Біз шаршап кеттік. Біз 3 аукционға қатыстық.
ақшамыз 534. Ну, где-то $186 біз минуста тұрмыз, өкінішке орай. Істейміз, мына сандық бар, мына тәпішке бар, ана ашылмаған сандық бар, соған барлығын сатқан кезде примерно ұтуымыз керек. Иә, бағалайтын құлап бізде пока бірінші өрген. Мына жақтан оны істейді екен мына мужик. Мына мужик коллекционер дейді, яғни біз кейбір редкий заттар бар, сол редкий заттарын істейміз. Яғни сирек кездесетін заттар, осыларды өткіземіз, сосын өткізгеннен кейін ең соңында бізге бір сыйлық па бірдеңе береді. Енді пока что бізде ешқандай сирек заттар жоқ. Не істейміз? Үйге қайтамыз. Сағат 7 кешке. Оппа, мына жақта не бар екен, қарап жіберейік. Гонщик дей ме? О, Порше дейді. Борш дейді. Боршымыз Порше шығар. Яғни Поршың заттарын болашақта өткізетін болсақ та, сирек кездесетін Поршенің құралдарын істейміз. Машина бізге сыйлыққа беруі мүмкін. Так, біз үйімізге келдік. Үйге келгеннен кейін машинаны бибикамызды өзіміздің орнына қойып тастайық. Сосын істейміз. Әрине жатып тынығып аламыз. Яғни бұл біздің бірінші күніміз. Бірінші күн әрине минуспен тұр, бірақ біздің екі затымыз бар. Екі затты өткізгеннен кейін, егер олар қымбатқа өтетін болса, онда біз плюсқа шығамыз. Сондықтан біз оларды пока біле алмаймыз. Үйімізде рум-тур жасап жүрейік. Мынау көне шкаф, көне холодильник, көне туалет, ванна, в общем, түсініксіз сағат, сурет, сөмке. Бұлардың барлығы негізі сатуға да болады, меніңше. Складқа апарып, складтан даже сатуға болады, меніңше негізі. Бірақ пока бұларды сатпаймыз, өйткені біз не қатты минусқа кеткен жоқпыз. Ұйықтаймыз ба? Ұйықтаймыз. $76 таптық. Нормально, жаман емес. Аукционның екінші күні. Так, бізде предмет проверен дейді, яғни біздің затымыз тексеріп қойды. Таңғы сәрімен жұмысқа шығайық. Сағат таңғы 8. Көршіміз әдетінше качканы беріп жатыр, өлтіріп тұрып. Дисциплинаға тойып алған көршіміз. Так, біз келдік. Тексеретін жерге келіп қалды, яғни бізде бұл біздің кешеге тапсырып кеткен сандығымыз бар ғой. Сол сандықты ашып береді. Так, бізде әлі 8-ден 35 кеттір, 8-9-ға дейін, яғни біз күтетін боламыз. Аукционды қарап жіберейік. Аукцион. Оған дейін біз аукционға қатысып қайтайық, кішігірім. Так, мына жақта бір өзін көріп. Кешіріңіз. Так, не істейміз біз? Әрине аукционға қатысамыз. Бұл жерде аукционды бастайық. Жаңағыдай ішінде қарапайым заттар, бірақ заттар көп сияқты. Сондықтан біз бұл аукционда отыруға тиістіміз. Кеттік, бастап болады. $300 бастап тұр екен. Бұл аукционда отыру қиындау болатын сияқты, өйткені аппетиттері өте жоғары. Негізі болатын сияқты ма? Өкінішке орай біз ойыннан шеттетіліп қалдық. Көріп тұрсыздар, $678 кетіп қалды. Яғни бұның ішінде заттар, құнды заттар болуы мүмкін. Жақсы, өкінішке орай ұтылған жоқпыз. Енді жаңағы ашық тұрған сандығымызды алып кетейік. Слесарьға келдік, слесарьң ашық тұр екен, барып сандығымызды алып алайық, ашық қойған. Так, мен көп әр жерді қарап, яғни істедім. Сандық таба алмадым, өзімнің ашып берген сандығымды. Сөйтсем, сандық слесарьканың сол жағында осы жерде тұрады екен, иә. Жаңа байқадым, шаққа деген тауып алдым. Ішінде екі зат бар екен. Жақсы, бұл сандықты көтеріп, тоже істейміз. Багажымызға тиіп аламыз. Өтетін өткізіп сатып жіберейік. Бірақ редкий екен, редкий военный. Яғни бұны істейміз біз. Өкінішке орай сата алмаймыз, оны біз оны
военный магазинге барып сатамыз меніңше, иә. Қарап жіберейік. Сатып аламын, сатып алмаймын. Жоқ, өкінішке орай бұны сатып алмайды. Получается, қаладан бір инструмент па бірдеңе сатып алу керек сияқты. Жақсы, онда қалаға барып, сол жақтан бұйырса білетін боламыз. Оған дейін видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, бұйырса екінші частьті шығаратын боламын. Жалпы бұл видео 100 күн бойы контейнерден ақша табам деген видео, яғни 100 күн бойы ойнап шығатын боламын, яғни 100 күннен кейін сосын результатым қандай болатынын көрсетемін.